Мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамдағы орны ерекше. Олардың жағдайлары ойландыратын, толғандыратын мәселелердің бірі. Қамқорлыққа мұқтаж жандарға бүкіл халық атынан, әлем атынан қолдау қажет. Оларға деген сый-құрмет жоғар болғаны жөн. Өйткені олар нағыз өмірдің не екенін және қалай өмір сүру керектігін білетін, түсінетін салмақты да сабырлы жандар. واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتاب. Асыл намаз оқиды дегенде таң қалдым. Себебі аяқ-қолы балғадай талай зіңгіттей жігіттер әрнені сылтауратып, Алла бұйырған парыздан бас тартады. Ал енді бірі болмашы сырқатының себебінен бұл мәселеге атүсті қарайды. Намазды тек зейнетке шығып, іші пысқан адамның ермегі деп түсінеді. Аяқ-қол істен шығып, тіпті денесімен оңды солға бұрыла алмаса да, асыл Алла берген күш қуатының арқасында құлшылығына бейғамдық танытпайды, намаз оқиды. Тіпті осынау дерттен сылтау тауып әлек болмайды. Қамшының сабындай жалған фаниді жалпағынан басу емес, құлшылығын кемелдендіру оның мақсаты. Мен мақсатым ажыңа қылу. Ең бірінші неден бастаймыз? Оқалым. Жоқ болған емес, ең бірінші бисмилладан бастаймыз. Сақалым бар екен, сақалымды жойып та. Енді оң қолымды әкел. 12 жасында кісі оқып яғни Фатиха сөзін жатаған. Жүрмесе де жанымда бола берсін. Қазіргі кезде жағдайының жоқтығын алға тартып, немесе мүгедек деп өз балаларынан бас тартып жатқандар қаншама. Өмірге әкелген соң өз балаларының кемдігін көріп аяусыз жүрекпен бас тартқаны күнә. Ойланып қарайықшы, баланың не күнәсі бар? Көрген кезде иманым кәдімгідей көтеріліп, келгім келіп тұра береді. Бауырларымды таптым. Дін деген ең бір осы дейсің. Сенің денің сау ғой, неге шүкір етпейсің? Қол аяғың аман есен. Сол сау болған 12 мүшеңді Алла жолына толыққанды неге арнамайсың? Менің де атымның адымды бар. Соларға қалып мен шүкір етем. Яғни сен түбінде жаңа күлесің. Жақсы сен өмір бойы мүгедек боласың десе, оған разымын. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب.